Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге 2023 жылы жарық көрген «Никто тебя не спасет», яғни «Сені ешкім құтқармайды» деп аталатын фильмді айтып беретін боламын. Брин есімді жас қыз қала сыртында жалғыз өзі тұрады. Ол әкесін мүлдем көрмеген, ал анасы ауыр дертке шалдығып қайтыс болған. Тіпті бұл қыздың сыныптасы әрі ең жақын құрбысы да осыдан 10 жыл бұрын екеуі орманда серуендеп жүргенде абайсызда басын тасқа соғып қаза тапқан. Сол себепті де қала тұрғындары онымен мүлдем сөйлеспейді. Өйткені құрбысының өліміне соны кінәлі санайды. Бір күні түнде қыз қатты шудан оянады. Ол бұл тағы да тамақ іздеп қоқыс жәшігін ақтарып жатқан жанат болар деп ойлады. Сөйтіп жануарды қуып жіберу үшін сыртқа шығуды шешеді. Алайда үйдің жарығы қосылмай қояды. Және кіреберіс есік өздігінен баяу ашыла бастады. Қараңғы қонақ бөлмеде жүрген адамға ұқсас белгісіз тіршілік иесінің сұлбасын байқаған Брин қатты шошып дереу бөлмесіндегі төсегінің астына жасырынады. Бір кезде бөлме есігі ашылды. Ал табалдырықта денесі арық, басы үлкен өзге ғаламшарлық тұр. Төсек астында тығылып жатқан Брин оның біртүрлі жіңішке аяқтарын ғана көреді. Қызды таба алмаған өзге ғаламшарлық түсініксіз дыбыс шығарып, ал содан соң терезеден секіріп кетеді. Қатты қорқып қалған Брин төменгі қабатқа түсіп дереу есікті жауып алды. Ол шатырдан шығып жатқан дыбыстарды естиді. Артынша үйдегі барлық электр құралдары қайта қосылады. Қыз құтқарушыларға хабарласпақ болғанда, телефоннан құлаққа жағымсыз жоғары жиілікті дыбыс шығып, ас бөлмедегі барлық есік терезелерге жан біткендей өздігінен ашылып жабыла бастайды. Үйге қайтып келген өзге ғаламшарлық тұтқаны орнына қойып, сосын тоңазытқыштың ашық қалған есігінің артындағы бір бұрышта тығылып отырған Бринге жақындайды. Ол ұзын саусақтарымен есіктен ұстап, өте үлкен көздерімен қызға үңілді. Өлердей шошыған қыз тоңазытқыштың есігін бар күшімен итеріп жіберіп, қашып кетуге тырысады. Алайда құбыжықтың қатты айқайының салдарынан топсасынан шығып кеткен есік қыздың басына тиеді. Жарақат алған қыз үстел астына жасырыну үшін еңбектеп бара жатқанда, өзге ғаламшарлық телекинез арқылы үстелді төңкеріп тастайды және қызды өзіне қарай тарта бастады. Дегенмен Брин қолына сынған ағаш бөлігін алып үлгеріп, өзге ғаламшарлықтың басына тығып алады. Қыз есін жия алмай таңға дейін отырды. Содан соң гуманоидтың денесін матамен жауып тастайды. Ол душқа түсіп өз-өзін ретке келтіреді. Және қираған есіктің орнын диванмен жауып, велосипедпен қалаға қарай аттанды. Өйткені түнде болған сұмдық жағдайдың кесірінен үйдегі электр қуаты, телефон, тіпті автомобильдің аккумуляторына дейін жарамсыз болып қалған. Жолда ол төңкеріліп жатқан пошта фургонына кезікті. Және көрші үйдің газонынан дәл өзінің ауласындағыдай шеңберді көреді. Брин бұл өзге ғаламшарлықтың ғарыш кемесінен қалған із болар деп ойлай бастады. Демек сол түні тек оның үйіне ғана емес, басқа да үйлерге шабуыл жасалған. Қалаға жеткен қыз полиция бөлімшесіне кіре бергенде, шериф Коллинс пен оның әйеліне кезігіп қалады. Әйел ешнәрсе деместен Бриннің бетіне түкіріп, екеуі үнсіз ғана шығып кетеді. Бұл жерде оған көмектесетін ешкім жоқ екенін түсінген қыз автобусқа билет сатып алып, қауіпті аймақтан алысқа кетіп қалуды шешті. Автобус ішінде Бриннің арт жағына бір мұртты кісі жайғасады. Қыз орнынан тұрып басқа жаққа отыруды шешкенде, әлгі адам оның иығынан ұстап алады. Ол біртүрлі дыбыс шығарып, ал кеңірдегінде белгісіз бір нәрсе жыбырлауда. Шошып кеткен қыз оны итеріп жіберіп, өзі де артқа құлайды. Ер адам орындықтардың үстімен оған қарай жақындап келеді. Және ол мұнда жалғыз емес. Жұтқыншағында паразиті бар әйел де қыздың аяғынан ұстап алады. Автобустың салонында болып жатқан бассыздықты көрген жүргізуші дереу тежегішті басты. Қыз қашып кетеді. Ол шіркеуге жетеді, алайда есік жабық екен. Не істерін білмеген ол жақын маңдағы зиратқа барып, бала кезіндегі ең жақын құрбысы Мод Коллинстің құлпытасына қарап жылап тұрғанда, аспанда найзағайлы үлкен қара бұлттар пайда болады. Бұның жақсы белгі еместігін түсінген Брин үйіне қарай жүгірді. Жолай ол аспанға қолдарын көтеріп тұрған көршілерін көреді. Және олардың барлығының тамағында паразит бар. Үйіне жеткен қыз ақырын есікке жақындай бастады. Өлген өзге ғаламшарлық орнында жатыр. Брин дереу үйдегі барлық есік терезелерді жаба бастайды. Дегенмен одан ешқандай пайда болмады. Өзге ғаламшарлықтар телекинез арқылы бәрін қиратып, жарық сәулесімен жерде жатқан өлі келімсекті ауаға көтеріп сыртқа алып кетеді. Гравитациялық сәуле өшкен сәтте Брин дереу жертөлеге қарай жүгірді. Артынша үйге тағы бір өзге ғаламшарлық кіріп, қызды іздей бастайды. Қолына қайшылған Брин үстел астына кірді. Сол сәтте манекен құлап, қыз бұрылып қалғанда, келімсек оның артынан пайда болады. Ол телекинез арқылы қыздың қолындағы қайшыны тартып алады. Қыз одан қашып бара жатқанда оған тағы бір өзге ғаламшарлық шабуылдайды. Бұл басқаларына қарағанда кішірек болғанымен өте ашулы әрі қауіпті екен. Брин оның қолынан тістеп алып, ас үйге қарай қашады. Және алдын ала дайындап қойған қайнаған ыстық суды оның үстіне шаша бастайды. Сол сәтте тағы да көк түсті жарық сәулесі пайда болып, қыздың қолындағы металл ыдысты қабырғаға жабыстырып тастады. Брин ваннадағы терезе арқылы сыртқа шығуға тырысып жатқанда, өзге ғаламшарлық оның аяғынан шап беріп ұстап, қайтадан ішке тартып кіргізеді. Қыз еден жуғыш арқылы қорғануға тырысуда. Дегенмен келімсек ағашты бір ұрып сындырып тастайды. Және Брин сол сынған ағаштың үшкірішін өзге ғаламшарлықтың иығына тығып, оны шкафқа қадап тастайды. Және басынан есікпен ұрып талдырады.
Далаға шыққан Брин үйдің төбесінен өте үлкен әрі қорқынышты, аяқ-қолдары ұзын тағы бір өзге ғаламшарлықты көреді. Қыз қашып кеткісі келді, алайда әлгі автобустағы мұртты кісі оны ұстап алады. Аспанда үлкен ұшатын табақша пайда болады. Үлкен келімсек ұзын қолдарымен біртүрлі қимылдар жасауда. Брин әлгі кісіні бір теуіп, табақшадан жерге түсіп тұрған гравитациялық сәулеге құлатып жібереді. Ол жоғары көтеріле бастады. Орта жолға жеткенде, бұл мүлдем басқа адам екенін түсінген НЛО сәулесін өшіріп, ер адам жерге құлайды. Табақша ұшып кетеді, ал қыз қаша жөнелді. Үлкен өзге ғаламшарлық оның соңынан қуып, ұзын аяқтарының кесірінен киім жаюға арналған жіп пен электр сымдарына оратылып қалады. Қыз құтылдым деп ойлап біраз кідіргенде, келімсек үйдің шатырынан пайда болады. Ол төмен түсіп келе жатып сүрініп құлайды. Сосын қызды ұстаймын деп көліктің ішіне қысылып қалды. Оның ұзын аяқтары бензобакты тесіп тастайды. Мұны байқаған Брин қолына отты қалып, төгіліп жатқан бензинді жағып, көлікті жарып жібереді. Бір кезде көлікпен бірге өртеніп кеткен келімсектің үстіне аспаннан жарық сәулесі түседі. Қыз дереу үйге жүгіріп өз бөлмесіне тығылды. Оның артынан тағы бір өзге ғаламшарлық ішке кіреді. Келімсек ілулі тұрған Брин мен құрбысының бала кезіндегі суреттерін мұқият қарай бастады. Сол сәтті пайдаланып Брин оған артынан соққы жасамақ болады. Алайда онысы сәтсіз болды. Орнынан әрең тұрып жатын бөлмеге келген қыз барлық заттар мен жиһаздардың бір шетке жиналғанын көреді. Және сол сәтте ашық тұрған терезеден ішке гравитациялық сәуле түсіп, қызды қимылсыз етеді. Өзге ғаламшарлық оған ақырын жақындап, аузынан көптеген қармауыштары бар жиіркенішті тіршілік иесін шығарады. Паразит баяу ғана қыздың аузына кіре бастады. Және сол сәтте Брин өз бөлмесінде шошып оянады. Ол болған жайттардың барлығы жай ғана қорқынышты түс болғанына сене алмай, біразға дейін есін жия алмады. Қыз үйдің ішін қарап шығады. Барлық жиһаздар мен есік терезелер өз қалпында. Бір кезде Брин есейіп кеткен құрбысы Модты көреді. Прости меня. Ол жұтқыншағынан паразитті алып шыққанда үйінің алдында отыр екен. Паразит оның қолынан ытқып шығып қашып кетеді. Артынша ұшатын табақша келіп, паразитке сәулесін түсіріп, оның орнына Бриннің клоны пайда бола бастайды. Қыз орманға қарай қашады, және кадр жоғары көтеріліп, қаланың үстімен ұшып жүрген көптеген НЛОны көрсетеді. Орманда қашып бара жатқан Бриннің алдынан егізі пайда болып, оған үшкір темірді тығып алды. Қыз да оңай беріле салғысы келмей, кеңсе пышағымен оның тамағын кесіп жібереді. Ауыр жараланған Брин ормандағы жолмен кетіп бара жатқанда алдынан үлкен ұзын аяқты келімсек шығады. Және сол сәтте бір орында қатып қалған қызды ұшатын табақша тартып әкетеді. Ғарыш кемесінің ішінде бірнеше өзге ғаламшарлықтар қызды мұқият тексере бастады. Олардың бірі Бриннің шекесіне саусағын тигізген сәтте, ол өзінің естеліктеріне түсіп кетеді. 10 жыл бұрын орманда серуендеп жүрген Брин құрбысы Модпен жанжалдасып қалады. Мод оны итеріп жібергенде қатты ашуланған Брин оның басынан таспен ұрып өлтірген екен. Содан соң ол тағы бір естелігін көреді. Кішкентай Брин құрбысын байқаусызда өлтіріп алғанына қатты қайғырып, одан кешірім сұрап хат жазуда. Оған қолдау қажет екенін жақсы білетін ересек Брин өзінің қолынан ұстайды. Және кішкентай Брин оның көзіне қарап, болашақта өзіңді кешіре аласың ба деп сұрады. Қыздың қайғыға толы естеліктерін қарап шыққан өзге ғаламшарлықтар өз тілдерінде көргендерін талқылауда. Содан соң қыз гравитациялық сәуле арқылы қайтадан жерге түсірілді. Тас жолда жатқан ол, аспанда жарқырап жатқан әртүрлі түсті жарық сәулелеріне қарап, қуаныштан жымияды. Бірнеше уақыттан кейін үйін толықтай ретке келтіріп, қалыпты өмір сүріп жатқан Бринді көреміз. Ол велосипедпен серуендеп жолай көршілермен сәлемдеседі. Бұрын қызды өлерде жек көретін тұрғындар қуана қол бұлғауда. Және олардың әрқайсысының тамағынан паразитті байқауға болады. Кешке қарай орталық алаңда Брин қала тұрғындарымен еш нәрсе болмағандай асыр салып билеуде, және барлығы өте бақытты көрінеді.